Сайлаушылар өзі туралы сайлаушылар тізімдеріне енгізілген деректер мен азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелерінде дауыс беретін күнге 15 күн қалғанда, яғни 7 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар әскери бөлімдерде, демалыс үйлерінде, санаторийлік курорттық ұйымдарда, шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда, үздіксіз жұмыс істейтін өндірістер бар ұйымдарда, вақталық әдіспен еңбекті ұйымдастыру орындарында, қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнайы мекемелерде, Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанынан құрылған сайлау учаскелеріндегі сайлаушылар тізімдерімен дауыс беруге 5 күн қалғанда, яғни 17 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар тізімдеріне түзетулер жасау қажеттігі туралы арыздарды сайлау комиссиясы арыз келіп түскен күні қарайды. Оң шешім қабылданған жағдайда сайлау комиссиясы сайлаушылар тізіміне түзетуді немесе тізімге енгізуді дереу жүргізеді. Арыз мақұлданбаған жағдайда азаматқа уәжді шешімнің көшірмесі кешіктірілмей беріледі. Шешімге сайлау комиссиясы орналасқан жердегі сотта шағым жасалуы мүмкін. Шағым келіп түскен күні қаралады. Әрбір азамат өзі туралы деректерді тексеруге және тізімге енгізілмегені, дұрыс енгізілмегені, немесе тізімнен шығарып тасталғаны, сондай-ақ тізімдердегі жіберілген дәлсіздіктер үшін шағымдануға құқылы. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.